Ассалаумағалейкум, Білім Қазына YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде жаңа жоба. Оның шымылдығын Қырғыз елінен келіп отырған белді уағызшы, дінтанушы Бақтияр Дамла ағамызбен және Білім Қазына директоры Олжас Қажымен бастамақпыз. Ағалар, бүгінгі тақырып Мәуліт хақында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы өздеріңіздің жаңа ойларыңызды, сол кісінің өмір жолы, атқарып өткен жолдары, адамзатқа қалдырған ізгі істері хақында айтып берсеңіздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху нусалли аля расулихил карим. Амма ба'д. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз, Казак, Өзбек, жалпы муъмин мусулман бир туугандарым. Биринчиден Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, өзгөчө бардыгыбыздын достугубузду бекем кылган болсун. Чынында эле урматтаган өтө сонун суроо бердиңиз. Бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган айлары. Албетте бүткүл дүйнө жүзүнө иман менен сугарган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул миладын жылы менен эсептегенде 571-жылы бул жарык дүйнөгө келген, Мекке шаарында келген урматтаган. Ал деле эми инсан экен, бизге окшогон адам экен. Бирок 63 жашында бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Кансе дагы урматтаган Аллах субхана таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даражасын ушунчалык көтөрүп, алам нашрах лака садрак ва вадана анка визрак аллади анқала дахрак. Айтуу менен биргеликте Аллах субхана таала сиз бизге чыныгы үлгү ала турган, бул дүйнөдөн өтүп кетсе дагы ошонун жашоосу менен жашай турган кылып туруп, ислам динини толугу менен бизге 23 жылдын ичинде мээнет кылып жеткирип берди. Бүгүн жалпы Кудайга шүгүр, азыр молдокебиз айткандай, биздин адамдарыбыз бүгүн ачкачылыктан бири-бири менен урушуп, ачкачылыктан бири-бири менен тытышып жаткан жери жок. Балким токчулуктан, токчулуктан бири-бирини көрө албастан, токчулуктан бири-бирини жамандап, токчулук болгондугу үчүн ушу деңгээлге жетти. Ушул учурда бизге албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын изги жашоосу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп, ошонун кулук мөнөзү менен кулуктаныштык ар бир адам баласына абадай зарыл болуп турган учуру. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кулку кандай эле деп Айша энебизден сураганда, пайгамбарыбыз тирүү Куран эле деди эле. Тирүү Куран эле, басып жүргөн Куран эле деди. Эми караң, бүгүнкү күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, кимде ким менин жоголуп бараткан бир эле сүннөтүмдү тирилсе, 100 шахиддин сообу берилет деди. Ал эми кайсы сүннөт жоголуп баратат десе, устаздарыбыз айтат, бири-бирине болгон кечиримдүүлүк. Калган сүннөттө мен аткарбасам сиз аткарбасаңыз, ал аткарбаса башка бирөө сүннөттөрүнү аткарып атат. Бирок бүгүнкү эң негизи кечиримдүүлүк. Сүннөтүнү кыла албай калабыз. Неге? Пайгамбарыбыз Меккеге динди жеткирип келген учурда өзүнүн жакын туугандары каршы чыкты. Канча кыйнады. Саждага башын койгондо тазаланбаган төөнүн ичек жабагын башына алып келип таштап койду. Бетине түкүрдү, топурак чачты. Сен жиндисиң деди. Сен бакшысың деди. Сен көз ачыксың деди. Сен ырчысың деди. Жакындоодан, алыстагы бөтөн элден укса, анча эмес экен да. Жакын туугандардан ошону укту. Бирок канча дагы Мекке фатих болгон учурда ар бирини пайгамбарыбыз ким башына топурак чачкан, ким төөнүн ичек жабагын таштаган, баарын билет эле да. Ошону чекеден тизип алып, эми ура турган, өч ала турган учурда пайгамбарыбыз айтты, мен баардыгын кечирдим деди да. Мындай сыфат пайгамбарыбызда гана бар эле да. Азыр биз ошол пайгамбардын үммөтү ошого келе турган болсок, чынында эле сизде сен Казакстандансың, мен Кыргызстандамын, сен Түркиядансың, сен Азербайжандансың, сен Россиядансың деген бөлүнүү ары турсун, бүт баары бири-бирин кечирип, кел деп өзүнө чакыруу пайда болот эле деген үмүттө эми кайра агартуу ишин айтып атабыз. Кудай буйрса калган сөздү Олжас досубуздан угайлы иншалла. Ал жака дагы сөз берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum Bilim Қазына көрермендері. Assalamu alaikum аса құрметті, қадірлі
Бақтияр Дамылла. Ва алейкум ассалам. Келген қадамдарыңызға Алла әжір сауаптардан жазсын. Әлбетте бүгінгі тақырып өте бір адамның жүрегін тербететін, адамзаттың асыл тәжі болған, Алланың ең сүйікті құлы болған, әрі сізбенен бізге жіберілген, бүкіл үмметке жіберілген елшісі пайғамбарымыз турасында әңгіме қозғап жатырмыз. Асыл тәж адамзатқа бұл пайғамбар, қапаста жол көрсеткен нұр пайғамбар, күнәдан әлем бықсып тұрған кезде жұтқызған жұпарынан гүл пайғамбар. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір қауымға, бір елге, бір ауылға пайғамбар болмады. Расулымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл дүние жүзіне пайғамбар болды. Пайғамбарымыздың өзге пайғамбарлардан үлкен артықшылығы бүкіл үмметке шапағатшы пайғамбар. Бұл пайғамбардың бүгінгі таңдағы сізбенен біздердің пайғамбарымыздың өмір тарихынан алатын үлгі өнеге өте көп. Неге? Өйткені момын мұсылманның, былай қарасаңыздар, пәктің гүлі, тариқаттың пірі, шариғаттың гүлі болып тұрған, адамзаттың асылы болған, ең дүниедегі ұлы теңдесі жоқ адам, ол пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхиссалам. Бір адамның өмір тарихы турасында кітап жазсаң, 1 том, 2 том, 3 томмен бітеді. Көп болса 4 томға барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір тарихын том-томменен ғасырлап жазады. Бірақ әлі бітпейді. Пайғамбарымыздың бүгінгі таңдағы мейірімділігі, кешірімділігі, пайғамбарымыздың адамдарменен мәміле қылуы қандай еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соңғы бір қоштасу құтпаларында сахаба-и керамдарды жинап тұрып, мен бауырларымды сағындым деді. Сахаба-и керамдар тұрып, я Расулалла, не қыласыз оларды сағынып, біз сіздің қасыңызда отырмыз ғой дейді. Пайғамбарымыз айтады, жоқ дейді, сендер менің бауырларым емессіңдер дейді. Сендер менің асхаптарымсыңдар, сендер менің сахабаларымсыңдар, сендер мені көріп, маған тірі кезінде иман еткен, менімен бірге дәм тұздас болған, менімен бірге жүргіп тұрған адамсыңдар деді. Ал бауырларым кім дегенде? Бауырларым мені көрмесе де шын жүректен сүйіп, жақсы көріп, маған иман етіп, менің сара жолыммен жүргендер, солар менің бауырларым дейді. Сол үшін иннамал муъминуна ихватун, мұсылман мұсылманға бауыр дейді. Туыс. Бір-біріне бауыр туыспыз. Біздің бауырмалдығымыз дінімізде, имандылығымызда. Бүгінгі қоғамдағы ең бір қиын мәселелердің бірі бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның салған сара жолынан алатын бір үлкен бір өнеге пайғамбарымыздың әдебі, ақлағы қандай? Пайғамбарымыздың ақлағы жаңа не деді? Айша анамыздан Бақтияр Дамылла айтып кетті ғой. Пайғамбарымыздан Айша анамыздан келіп сұрағанда, пайғамбардың мінезі не еді дегенде, пайғамбардың мінезі Құран еді деді. Ал сендер Құран оқымайсыңдар ма деді Айша анамыз. Пайғамбарымыздың мінезі Құран еді. Сол бүгінгі таңдағы біздерге жетіспей жатқан нәрселердің бірі, бүгінгі таңда пайғамбар болса, ол бұл нәрсеге қалай қарар еді деген әрбір мәселеде. Сауапты амал істесек, пайғамбарымыз не дер еді? Күнәлі бір іске бас ұрсақ, пайғамбарымыз бұған не дер еді? Пайғамбар қалай істейтін еді? Өйткені сахабалардың өмір тарихына қарайтын болсаңыздар, қысқа бір сұхбатты айтып кеткенде, Абу Хурайра радияллаху анхуның алдына бір адам келіп, бір мәселе сұраған кезде, Абу Хурайра бір жауап бере салған еді. Артынан Абу Хурайра ойланып тұрып, не деді? Қап бекер қылдым деді. Неге? Расулла тірі еді дейді. Неге пайғамбарға барып айтпадым деген әңгіме ғой. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сізбен бізге қияметке дейінгі үлгі таусылмайтын үлгі өнеге. Ал енді пайғамбарымыздың ақлағы, сондай бір қиссалары турасында ары қарай Бақтияр Дамылла жалғаса.
Машалла. Дамлам өтө сонун сөздөрдү айтып бердиңиз. Акыйкатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү кереметтүү хадисинде айткан: "Инни буисту ли утамима макаримал ахлак." Мен жалпы инсанияттын кулк мүнөзүнү, адеп ахлагын толукташ үчүн жөнөтүлдүм деген. Пайгамбарыбыз бардык нерседе бизде өмүрүбүздүн акырга чейин бардык нерсени көрсөтүп берди. Үйгө киргенде кандай киресиң, чыкканда кандай чыгасың. Эртең менен жатканда, кечинде жатканда кандай жатасың, турганда кандай жатасың. Кийингенде адамдар менен кандай, үй бүлө менен, ата-эне менен болгон мамиле, бүт бардыгын жипке шуруп тизгендей тизип көрсөтүп берди. Бүгүн биз башка нерсени изилдеп, жок жерден жонуп, кара жерден казып, өзүнчө бир ойлонуп китеп жазыштын кажети жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуңуз, ошонун кулк мүнөзү менен жашаңыз, болду. Алам гүлүстан. Дүйнө дүңгүрөйт. Бүгүн урматтаган ошондуктан чынында эле бардыгыбыз кемчилик бар. Пайгамбарыбыздын атын атайбыз дагы, бизде мусулман деген атыбыз гана калды. Бирок адеп ахлагы жок болгондуктан кайра эми айтып атабыз. Бул айтуудан максат мен ошондой оңолоюн. Бирөөгө сабак берип, бирөөдү үйрөтүп, бирөөдү башкарып эмес. Балким ар бирөөбүз ошого келе турган болсок, анда сонун жашоо болот. Сонун жашоо болот. Себеби бүгүн алхамдулилlah бардыгыбыз мусулманбыз. Чоң заңгыраган үйдө жашагыбыз келет, бирок үйгө киргенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Бардыгыбыз мусулманбыз. Чоң 5-7 двухсотка дейсизби, кандай чоң машина айдагыбыз келет, бирок машина мингенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Кычырап кийингибиз келет, бирок кийим кийгенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Кыскасы жашап эле атабыз да. Кандай десе пайдоат деп коебуз, бирок ичинде эмне өлүп жатат, нелер бар, нелер жок. Мына ошондуктан пайгамбарыбыздын жолудан бир канча алыстап калдыкпы, деге эле көңүл бурбай калдыкпы? Бүгүн мусулман жөнөкөй эле нерсеге сүйүнүп, жөнөкөй эле нерсеге өкүнүп калдык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мусулмандын иши, ар бир мусулмандын амалы өтө таң калыштуу. Мындай иш эч кимде жок. Мындай амал эч кимде жок, мусулманда гана бар. Неге? Жакшылык болсо, жакшылык келсе, шүгүр кылат, буга сооп болот. Машалла. Жамандык келсе, сабыр кылат, буга дагы сооп болот. Мындай амал эч жерде жок деди да. Ошону бүгүнкү күнү биз билбегендиктен, ошого амал кылбагандыктан, жөнөкөй нерсеге сүйүнүп, жөнөкөй нерсеге кайгырып аткан учурубуз. Кичине жакшы болсо эле жакаңды ачып, акаң короз да, мына мен короз да, мен кыйынмын, Кичине кыйынчылык келсе эле чекең, пешенең 9 бүктөлүп калган, адам падам эмессиң, киши деле эмессиң, негизи буларга ишенбеш керек. Я Алла, мусулман жакшылык келсе шүгүрчүлүк кылып, жамандык кылса сабыр кылыш керек эде. Бирок ал нерсе түп тамыр менен чыгып кетти. Ошондуктан Кудайга шүгүр, бүгүн устаздарыбыз, бүгүн аалымдарыбыз ошол агартуу иши менен жүргүзүп, кайрадан менет болуп атат. Кудай буйрса аракет кыла бере турган болсок, элибизден айлансак болот. Элибизден айлансак болот. Жақсы аға, рахмет. Ана қарап отырсақ, қырғыз қазақ бір туған дейді. Түбіміз бір түркі халықпыз. Осы қарап отырсақ, мына қазақ пен қырғыздың, осы түркі халықтарының дәстүріне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннет амалдары сіңіп кеткен екен. Мысалы, сөйлесе пысымылда деп ат қойса да, сол жаңағы сахабалардың есімдерін қойып, жаңағы әрбір әрекетінде, амал әрекетінде, өмірдегі дәстүрлі амал әрекеттерінің барлығында, яғни сүннет амалдарын орындап жатады. Осы турасында айтып берсеңіздер ағалар. Осы яғни қырғыз ағайындарда қалай, біздің қазағымызда қалай екен? Ақиқатта қырғыз менен қазақ бұл бір туған. Қырғызға ең жақын ел бұл қазақ. Қазаққа ең жақын ел бұл қырғыз. Біз ошол динди бекем кармай турган болсок, дагы ата бабаларыбыздай дагы бекемделип, ушул кол бири-бириге кандай кирсе, биздин жүрөктөрүбүз дал ушундай кирип калат эле. Бирок дин душмандары бул нерсеге ыра көрбөйт. Дин душмандары бул нерсени эч качан каалабайт. Бүгүн дин душманы эч нерсени түшүнбөгөндүктөн не кылат? Араб кулдар деген сөздү чыгарып алышты да. Булар арабтарды ээрчип атат. Жок, арабтарды ээрчиген жокпуз. Биз пайгамбарыбызды Куран, хадисте ээрчип атабыз. Мисалы биз Кыргызда мактанган баатырыбыз бар, Манас баатыр. Манас баатыр. Манас кимдин баласы? Жакыптын баласы. Жакып. Эми карасаңыз, Якуб пайгамбардын аты. Хина Манас
Манас Курандан алынган ат, урматтуу тууган. Биз ошол Курандан, ошол хадистен эле аттарды алып коюп, биздин ата бабаларыбыздын дагы ар бирөөсүнүн аты ошол Куран хадистен эле алган аттар. А бүгүнкү күндө динди түшүнбөгөн, деги эле түшүнгүсү дагы келбеген, кыргыз менен казактын башын бириктиришин каалабаган дин душмандары бөлүп жаруунун аракетин кылат. Жок, казактар булар илгертен башка болгон, кыргыздар жок, урматтуу тууган. Албетте, бир үй бүлөдө 5 балаң болсо, алар дагы бири-биринен мынаны талашып урушат. Өзүңдүн балаң бир карындан чыккан, бирок ошол жерде талашып урушуп, кайрадан эле эмне болот? Бирге жашап, ойноп чоңое берет. Ооба, бир кезде тарыхта ошондой болду, бир нерсени талашымыш болду, урматтуу тууган. Ал мезгил өттү, кетти. Мына эми баардыгыбыз ошол сиз айткандай эзелтеден эле тилибиз бир, бизге котормочунун кереги жок, динибиз бир. Азыр мен бир макалды айта турган болсом, казакта эле ошол эле макал. Ошол эле макал. Жакшыга жанаш, жамандан адаш. Не дейсиздер сиздер? Ошол эле макал да. Жакшыга жанаш, жамандан адаш. Жакшыга жакын жүр, жамандан алыс жүр деген. Жамандан алыс жүр. Жылуу сүйлөсөң, жылан индиден чыгат. Ошол Куран хадистен алынган бардыгыбыз эле макалдарыбыз бирдей кете берет. Үр бататыбыз дагы мына ошол коноктоскондогу, кыз бергендеги деги эле ар бир үр бататыбыз бардыгы окшош эле. Динден алыстап калгандыгы үчүн гана бөлүп жаруунун аракетин кылган душмандар бар. Кудай буйрса, алар дагы артта калды. Иншалла сизге окшогон журналисттерибиз дагы бекем болуп ушинтип чакырып бардыгын бириктире бере турган болсо, бат эле буйрса, баары жакшы болот. Аллага сиз көз карасыңызды айтчыбыз. Көз карас болгондо маселе бул бурунку бул көз карас бабаларыбызда бар көз карас. Тарихтан алар болсак тагылымды качанда Кудай деген элүүсө да ата диннен акыйкат тапсак гана терезе өзгө журтпен теңесет демекчи. Албетте биздин динimiz, дилimiz, салтымыз, дәстүрүмүз, әдебimiz, горпумуз бир. Бирдей кийимimiz да бирдей. Казак үйүбүз бар. Биз казак үй дейбиз. Бул кишилер кара үй дейт. Кыргыз үй. Кыргыз үй дейт. Биз казак үй дейбиз, бул кишилер кыргыз үй дейт. Бирок экөөүнүн курулуу бир. Сол туура сол казак үй менен кыргыз үйдүн керегеси бар. Төбесине көтөрген шаңырагы бар. Шаңырагы менен керегени уштастырып турган угу бар. Төбесине жапкан ак кийизи менен түңлүгү бар. Кешеги тарихка карайтын болсак, кешеги Сүйүнбай менен Катаганның айтысы. Жамбыл менен Токтогулдун достугу. Кешеги Кенен менен Осмонкулдун достугу. Карапайым бир мисал келтирип берейин, эң бир кыска мисал. Осмонкулдун Кененнин эки баласы дүнүйөдөн өткөн кезде сол Кененнин көңүлүн сурап Кыргыздан ат терлетип казага сабыр кылсын деп туруп көңүл айтып келип тарихта жырлаган Кененге көңүл айтуу деген күнү бүгүнгө дейин тарихымызда бар нерсе. Осмонкулдун Кененге айткан көңүлү бар. Эгерде биздин арамызда бауырластык, дин аралык бауырластык, агайын туустугубуз, жакындыгыбыз болмаса, Осмонкул Кененнин казасына келип жоктоп айтып, басуу айтып Кененге көңүл айтууга келер ме edi? Яғни бұл екі елдің ынтымағының бірлігі, салты, дәстүрі біте қайнасқан. Сол себепті біздерде көп сіздесіп, біздесіп, көкіректен итеріп, кеттесіп, бір-бірімізбенен дауласатын ешбір бөлісе алмай жатқан дүниеміз жоқ. Діліміз де, тіліміз де, дәстүріміз де, әдеп, ғұрпымыз да бір. Біздер бір-бірімізге тек қана сүйеу, бір-бірімізге тек қана демеу бола аламыз. Біз бір-біріміздің мұңымызды жырлап, бір-бірімізге қиналғанда қол ұшын созып, бір-бірімізбенен арқа-жарқа өмір сүру керекпіз. Алла баршамыздан разы болсын.
Әмин айтқаныңыз келсін аға. Мына жыраулар поэзиясына қарап отырсақ, қазақтың мына өлеңдеріне, жырларына қарап отырсақ, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салып кеткен сара жолдың барлығын жырлап өткен сияқты. Жаңағы Шалкиіз жырау болсын, Доспанбет жырау болсын, Төле би, Әйтеке бабаларымыз болсын, сол кісілердің жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянында сол жырларына қосқан екен. Сол турасында айтып берсеңіз аға. Жаңа ағамыз айтып отыр ғой, жаңа Манас жырының өзінде де қаншама пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларынан қалған есімдер өткен деген секілді. Енді біздің бабаларымыз, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзін, пайғамбарымыздың сүннетін жыр дастандарға қосқан еді. Шал ақынның айтқан бір сөзі бар: Құдайым, құдіретіңмен сақтағайсың, хақ деген пендең болса тастамайсың, су құйса төгілмейтін боз жорғаның аяғын аңдаусызда қақпағайсың. Құдайым, жаманыңмен теңді қылма, өзімнің қатарымнан кемді қылма, жасаған барша жанды жаббар ием, өзімдей пенделерге пенде қылма деді. Біздің бабаларымыз, ғасырлар бойы жырауларымыз осы дінді көзінің қарашығындай ұстап келіп, дінімізді әрбір ауыз әдебиетке, барлық жерде, мұсылман бар жерде, мұсылман халқы бар жерде, мұсылман халқы, мұсылман бар елдің бәрінде пайғамбарымыздың өмір тарихы, пайғамбарымыздың туылғанынан бастап мәуліті тек қана араб тілінде ғана оқыла қоймай, әр қазақ тілінде мәуліт оқылады. Бүгінгі таңда өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақ тілінде пайғамбардың туылған айы мәуліт оқылады. Қырғыз тілінде жазылған мәуліт бар, өзбек тілінде жазылған мәуліт бар, түркі тілдестің бәрінде пайғамбардың өмір тарихы толығымен жыр дастанға салынып тұрып жазылғандары бар еді. Ал аға, қырғыз ағайындарда жаңағы жырлар, өлеңдер, дастандар, солардың барлығында осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен сыр шерткен қандай жырлар білеміз, солардың турасында айтып өтсеңіз. Чынында эле туура суроону бердиңиз. Негизиден мына союз келип калган учурда, динге каршылык болгон учурда биздин чоң аталарыбыз ошондо дагы Кудай жок деп маймылдан жаралгансың деген учурда дагы динди бекем кармап, Куран, хадисте аятта мындай келген, хадисте мындай келген деп айта албастан, балким кыргызча макал лакап менен, толугу менен ошол ырга салып жатып, толугу менен жеткиргендер бар. Ошол акындардын бирөөсү жазган экен: Мухаммед бүтүрүүчүсү пайгамбардан о туугандар тирүүлүктөн пайдаланган, 63 жашта пайгамбарым өзү өлсө, бул жашоо түркүгө эмес, эч бирөөгө деп акындарыбыз айткан экен. Чынында бул жашоодо эч ким түркүк болуп калбайт. Мейли 3000 жыл жашайын десин, мейли түбөлүккө жашайын десе дагы, жок, Аллах Таала чектеп койгон ажал жеткен учурда эч ким алып кала албайт. Канча байлыгың бар, канча бийлигиң бар, канча нерсени коюп койдуң, жок, ошол күнү кете бересиң. Мына ошондон бүгүнкү күнү алхамдулилла биз өзүбүздүн башыбызда турган президенттерибизге дагы рахмат айтыбыз керек. Албетте Казакстандын президенти Токаевга, ошол учурда Кыргызстан президенти Садыр Жапаровго динге ушундай кененчилик берип туруп, баардыгыбызга ушундай мүмкүнчүлүк берип, каалагандай сен тартиптен чыкпа, заң, закондун негизинде жүрө бере турган болсоң, алхамдулилла, кеңири. Азыр мына жерде эле шам болду, кеңири бакырып окуп алдык. Мына ошондуктан машалла өзгөчө ушул тынчтыкты дагы кадырына жетүүбүз керек. Муну дагы сактап калып туруп, үстүбүздөгү башчыларга шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Себеби пайгамбардын айткан сөзү бар: ким адамдардын кылган жакшылыгына шүгүрчүлүк кылбаса, Аллахтын берген жакшылыгына шүгүрчүлүк кыла албайт деген. Албетте. Ошондуктан буларга дагы шүгүрчүлүк кылуу менен биргеликте урматтаган, толук дуа кылып, намазда унутпабыз керек. Ага, мына Мәуліт айында кандай жөн жоралгыларды жасау керек? Не істеу керек? Мисалы, жаңағы Мәуліт айында яғни Жаппар Ийге жақындау үшін жаңағы өзінің
дәстүрлі салты қандай болады екен, сол турасында айтып берсеңіз. Бұл айда өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаватты көп айтыш керек. Ооба, башка учурда дагы өзгөчө ушул айда көрөк саллаллаху алейхи вассалам, Аллахумма салли аля Мухаммад, кама саллайт аля Ибрахим. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул айда салаватты өтө көп айтыш керек. Себеби биз өмүрүбүздүн акырга чейин салават айтсак дагы пайгамбарыбыздын бирге кылган жакшылыгынан кутула албайбыз. Биз өмүрүбүздүн акырына чейин пайгамбарыбызга карызбыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндү күн дебестен, түндү түн дебестен, ысыкты ысык, суукту суук дебестен, өмүрүндө будай наныны бир дагы тоюп жебестен биз үчүн өмүрүн арнады да. Өмүрүн арнады. Азыр сиз бизди караң, курсактарыбыз чыккан, алдыбызда кенен, ушул учурда биз карыбыз, пайгамбарыбызга бул айда өзгөчө көбүрөөк салават айтышыбыз керек. Албетте пайгамбардын өмүр баянын көбүрөөк окуп, ошону толук жакындан тааный турган болсок, андан кийин ага салаватты айта алабыз, андан кийин агынын кылган мээнетини таанып, кадырлай алабыз. Ошондон өзгөчө бул айда көбүнчө пайгамбардын өмүр баянын окуу менен биргеликте салаватты көп айтыш керек. Аға, мына қазіргі заман мен, яғни сол заманның арасында қаншама ғасырлар бар. Десе де адам бір, яғни 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп жатады ғой. Яғни сол пайғамбар саллаллаху бүгінгі таңға жетпей жатқан амалдары, әдептері, яғни бізге не жетпей жатыр мына қоғамға, сол турасында айтып берсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Тағала Құранда Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Алла және оның періштелері пайғамбарға салават айтады дейді. Иман келтіргендер, сендерді пайғамбарға салават айтыңдар деп Алла Құранда әмір етеді. Мәуліт айы бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның туылған айы, яғни ойлап қарайтын болсақ, адамзат тарихында дүниеге бір-ақ рет келетін аса құрметті Алланың сүйген құлы әрі елшісі, бұл өте бір бөлек тұлға пайғамбарымыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін тірілту, пайғамбардың салған өміріменен, пайғамбардың өмір тарихыменен танысу арқылы біздер пайғамбарымыздың кім екенін білеміз. Яғни пайғамбардың тарихын оқу бір бөлек нәрсе. Пайғамбардың кітабын, пайғамбарлар тарихы деген кітап бар, ол кітапты оқимыз. Мейлі арабша оқиық, қазақша оқиық, басқа тілде оқиық. Бірақ ол кітапты оқу бір бөлек. Бірақ пайғамбардың өмір сүру жолы менен өмір сүру бір бөлек. Мысал үшін бір мысал келтірейін, тарихтан бұл өткен бір мысал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Муаз ибн Жабал деген кісіні Йеменге жібереді. Сен ахли кітап еліне елші болып барасың, сол жерге барып дінді жеткізесің деген әңгіме айтады. Сол жерде көп әңгімелер айтылып өтеді, пайғамбарымыз сөзінің ақырында айтады. Я Муаз, келесі келгеніңде менің қабірім менен мешітімді зират етерсің деді. Ендігі сол уақыттағы Муаз ибн Жабалдың күйі не болды? Жақсы пайғамбар, мен мақұл бір айналып келген екен, бір келіп кетем ғой деген әңгіме айтқан жоқ қой. Муаз ибн Жабал орнынан астынан жер кеткендей болды ғой. Ол Йемен бұлай тұрсын, орнынан тұра алмай қалды ғой. Бұл хабарды естіген кезде. Расулулла дүниеден өтті деген хабарды, өтеді-ау деген хабарды естіген сахабаларға пайғамбардың дүниеден өтуі жарық күннің сөнгенімен бірдей болды. Яғни біздерге де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мүбарак бір хадисінде айтады. Сендер Алланы дейді, және оның елшісінен, өздеріңнен, бала шағаларыңнан, барынан дейді, артық жақсы көрмейінше иман еткен болмайсыздар деді.
яғни мәселе мындағы ең бір өзекті мәселе пайғамбарымызды жақсы көруде, шынайы жақсы көруде. Хазіреті Омар айтқан, халифа Омар айтқан, я Расулалла, мен сізді жақсы көрем дейді. Әңгіме жоқ, мен сізді жақсы көрем, бірақ өзімнен кейін деді ғой. Пайғамбарымыз не деді? Омар, сен не деп тұрсың деген әңгіме айтқан жоқ. Расулалланың бір сөзі Омардың аяқ қолын дірілдететін сөз айтты. Бірақ сөз айтты. Не деді? Омар, онда сенің иманың толық емес екен ғой деді. Иманыңда күмән бар екен ғой. Яғни Құдайға сеніміңде күмән бар деген сөзді айтты. Валлахи деді. Алланың атымен қасам ішем деді. Қасам етем, Алланың атымен қасам ішем деді. Алланы және оның елшісін өзімнен, бала шағымнан бәрінен артық көрем деді. Сондағы мына жерден шығып атқан нәтиже неден шықты? Неге Омар райынан қайтты деген сұрақ туындайды. Омар неге райынан қайттың деген әңгіме туындаған кезде Хазірет Омар айтады. Егерде менмендігім мен тәкаппарлығым мені тозақтан басқа ешқайға апармас еді деді. Ал Расулулланы сүйуім, пайғамбарды жақсы көруім, бұл жәннатқа баратын сара жол ғой дейді. Адамдар жәннатқа барудың жолы пайғамбарымызды жақсы көру. Пайғамбарымыздың бір сахаба, жас бала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға былай деген. Пайғамбарымыз әлгі баланың қасына келіп, балақай, неге көңілің жабырқаулы деді. Я Расулалла деді. Сіз дейді, жәннаттың ең биік дәрежесінде, ең биік шыңында тұратын адамсыз ғой дейді. Мен кірсем дейді жәннатқа, есігінің босағасында жататын адаммын ғой дейді. Бала айтып жатыр, Бала айтады. Сонда сіз менің ортамда қаншама ара қашықтық тұр дейді. Мен сізді сағынам ғой, я Расулалла деген кезде пайғамбарымыз не деді? Ей балақай, жыламағын деді. Кім кімді жақсы көрсе, сонымен бірге болады деді. Қашан біз Мұхаммадур Расулулланы, пайғамбарымызды шынайы жақсы көру тілімізде емес, жүрегімізде болса, және амалымызда болса, иншалла біз пайғамбардың сара жолын ұстанамыз деген сөз. Сол үшін бүгінгі таңда біздерге жаңалық ашудың қажеті жоқ. Бірақ жаңалық бар, Расулулланы жақсы көру, шынайы жақсы көру, оның сара жолымен жүру, оған деген махаббат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бір ағаштың астынан иіліп өтетін еді. Бұтағының астынан иіліп өтетін еді. Сахабалар оны көрді, астынан иіліп өтті. Пайғамбар дүниеден өтіп кетсе де, сол ағашты шауып тастаса да, сахабалар сол жерден иіліп өтті. Неге? Пайғамбар өтті деді. Сол себепті біздердегі басты мәселе пайғамбарымызға деген сүйіспеншілік, жақсы көру. Және істеген әрбір пайғамбарымыздың сүннетін немен? Махаббатпен істеу ғана. Ал аға, сіз бұл тақырыпқа байланысты не айтасыз? Бұл тақырыпқа байланысты мен айтатылым, әлбетте Аллах Тағала пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламды емне мақсатта жөнөттү. Демек, бізге жетпей жатқан нәрсе дал ошол нәрсе. Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам, мен пайғамбар болып келдім, кімге илім керек болса, менға келе бергіле. Мына мен қазынамын деген жоқ, балким ар біреудің есігіне барып, пайғамбар өзі тақылады. Бүгін бізге жетпей жатқан нәрсе дал мына ошол нәрсе. Бүгін әлхамда мына үчөөбүз билип алдык, бирок билбегендерге барып тақылатып айткан жокпуз да. Айта албай жатабыз. Бүгін бізге ушул нерсе керек. Ооба, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, астагфирулла, "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах." Пайғамбарымызға өкім бер айтып, айтқын е Мұхаммад, кімге? Үмметіңе. Міне деп, егер де сілер мені жақсы көрсеңер, егер де сілер Аллахты жақсы көрсеңер, маңа ерчігіле Алла сілерді жақсы көреді деді. Демек, пайғамбарымыздың келген мақсат емде де. Ошоны қылыш бізге жетпей жатады. Анткени бір жерде отырып қалдық, мен дегендер байлар, біреусі ешкімге
көз салгысы келбейт, телефонунда турат, көрүшсө да кол менен үчөөнү берет деп элечи. Көрүшкүсү келбейт, теке бер. Анан үйдүн нээси келип калып туруп, сиздерди тааныштырбап турумбу? Мынаны таанышып коеюн, мына ал менин жездем болот. Десе эле, сиз жөнүндө сүйлөп атат. Сиз жөнүндө, рахмат. Эмнеге рахмат? Ал көңүл бурган жок да. Качан сиз жөнүндө сүйлөп атат дегенден кийин эми көңүл буруп атат да, депчи. Алла Куранда сиз жөнүндө айтып атат. Kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas. Siz жалпы элдин пайдасына чыгарылган эң жакшы үммөт болдуңуз дейт да. Жо мен боюм кичине, мен эч нерсе. Жо, баары сен жакшы. Жо мурдагы үммөт чоң болгон экен, арчаны тамыры менен сууруп келген экен, мен эшиктин жанындагы чөптү дагы суура албай атам. Жо, баары сен жакшысың дейт. Алла Таала сиз жакшысың. Демек биздин максат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне максатта келген болсо, ошол максатты аткаруу. Бүгүн жалпы эле бизге эле эмес, дүйнө жүзүнө мына ошол жетпей жатат. Ошондуктан бүгүн Кытайдагы мусулман бир туугандар бизге домат коюп атат. Эртең кыямат күнү сен жооп бересиң. Эмнеге? Анткени биз эч нерсеге арзыбаган дүйнөнү бүткүл ааламга жеткирип бүттүк. Силер эки дүйнөнүн бактылуулугу болгон ла илаха иллалла келмесине жеткирбей жатасыңар дейт. Чынында эле бүгүн мынаны карасаңыз, Кытайдыкы, мыналар да Кытайдыкы. Үйдө кийимди тиге турган ийне, ал дагы Кытайдыкы. Эч нерсеге арзыбайт, бирок жетип бүттү да. Үйдө неле болсо бардыгы Кытай, биз эмне үчүн эки дүйнөнүн бактылуулугун жеткирбей жатабыз? Демек, бүгүн бизге мына ушул зарыл нерсе. Ар бирибиз мойнубузга алышыбыз керек, жетпеген адамдарга барып жеткиришlik биздин милдет. Жакшы. Алыстан ат теретип келгениңиз үчүн ага көптөн көп рахмет. Сизди көргөнүбүзгө өтө катты кубанычтымыз. Студиямызга кош келдиңиз. Жолуңуз ар дайым ашык болсун. Амин. Енді ата жолымен өзіңізге бір сый ретінде шапан жапсақ деп едік. Орамал тон болмайды, жол болады дейді ғой. Машалла. Аллаху акбар. Бауырмашылдығымыз арта берсін аға. Амин, амин. Алла береке берсин. Амин. Алхамдулиллахи лази касани хаза саба мин хайр хаймин ала кувватин. Албетте биз дагы келгенде кур келген жокпуз. Биз агай досубузга Кыргыздын башындагы ак калпагына ала келдик. Әп бәрекелді. Бар. Әп бәрекелді. Алла разы болсын. Ал, әп бәрекелді болсын. Өздеріңізге кәдімгідей жарасып қалды ғой. Жарасады ғой. Кім қырғыз, кім қазақ ажырата алмай қалдым шыны керекші. Қане бір дұға қылсаң. Амин, я Рабби. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi, haqsың, барысың, жаратсың, көріп тұрасың, біліп тұрасың, ұғып тұрасың. Ya Allah'ım, саға ғана ибадат қылып, сенде ғана жардам сұрайбыз. Ya Allah'ım, ушул тақырыптағы жігіттердің әрбірісінің машһур болған іштеріне игілік, тапқан нерселеріне береке, үй бүлелеріне тынчылық берген. Ушул жігіттерді жақшылардан кем қылбағын, жамандарға тең қылбағын, жаратқан нерсенің жамандығынан Аллахың сақтағын. Ya Allah'ım, елімізге, жерімізге, мамлекетімізге тыныштық, ынтымақ, достық, биримдик берген. Ya Allah'ım, ары дайым жалпы муъмин мусулмандар бирге болуп, өзгөчө мына ушул ya Allah'ım жынсыдагы, туугандагы бир казак, кыргыз, өзбек, түрк элдеринин ортосуна ынтымак, достук, биримдик берген, түшүнбөгөн адамдарга ya Allah'ım өзүң түшүндүргөн, ар дайым бирибизди ага, ини экен деп урматташып, сыйлашып өтүштү насип кылган. Ушул жерде бул бауырлар менен кандай олтурган болсок, акыр кыяматта Фирдаус бейишинде дагы дал ушундай отурушту насип кылган. Ya Allah'ım элибизге, жерибизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берген мамлекет башчыларыбызга, президент албетте Казакстан президенти Токаевга, ошондой эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун ya Allah'ım өмүрлөрүнө береке берген. Ya Allah'ım ушул көчмөндөр оюну деп туруп оюндарыбыз бар. Ошол жердеги келген спортчуларыбызды бале кырсыктан сактагын. Ya Allah'ım ушул жерде дагы ынтымак, достук, биримдикте оюндарыны өткөрүп алышты насип кылгын ya Allah'ım. Сурасаң беремин деген убадаң бар. Өзүң берген, сурашты билбей жаткан болсок Алла өзүң тарбия кылгын. Биз ушундай алсызбыз, биз ушундай күчсүзбүз, биз ушундай күнөөкөрбүз. Ya Allah'ım өзүң кечиргин. Bir рахмат. Allah razı болсын. Рахмат. Allah баршамызга сапарларыңыз сәтті болсын. Амин. Жегендеріңіз тәтті болсын. Амин. Әрдайым осындай ынтымақта, бірлікте жүруді Алла нәсіп болсын. Міне білім қазына, қайырымдылық
қоғамдық қайырымдылық қорға қош келдіңіз дамылда. Қошбақ болыңыздар. Әрдайым бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, сіздесіп, біздесіп өмір сүруді Алла баршамызға нәсіп етсін. Алланың рахымы, пайғамбар шапағат дейсін. Аллаху акбар.